Кім Аллаға жолыққан кезде пәк күйінде, таза күйінде, тақуа деңгейі көтерілген күйінде жолыққысы келсе, онда тездетіп отбасы құрыңдар дейді. Сонда отбасы біздің Алланың берген өте үлкен нығмет қой мына өмірдегі. Алланың берген нығметтің ішіндегі иманнан кейінгі өте үлкен нығмет отбасы мәселесі. Бұл нәрсе демек Алланың алдына да бізді таза қылып алып барады екен. Тахира мутахиран. Тахиран мутахиран деген мағынасы өзі таза. Және өзгелерді тазалауға көмектесетін адам ол. Басқаларға да көмектесетін адам болып жүресіз. Мынаны байқасай, бұлай дұрыс емес қой деп біреуге сүйемелдеп, өзгелерге де пайдаң тиетін, өзгелерді тазалаушы адам болып жүреді екенсіз. Аллаға жолыққан кезде сондай халде бауырымыз нәсіп етсін.